Мен жастық шақтың екпінімен мүмкіндіктер кеңістігінде жаңа әлемге жол салам. Сені мен бірліктің әуендері күнімізді биікке шығарып, қатқан таптаурындармен мұздаған жүректерді жібіте алады. Отан ана, гүлің болып егілейін тек биікке жету үшін. Жырың болып төгілейін тек мұзды еріту үшін. Сен. Сонымен білемін әркімнің таңдау бар, ал менде арман бар. Солай де білемін сенің де таңдауың бар, сенде арман бар. Сенбеген тапта Жүрегіндегі әуездан мен әлемді қалай өзгертетіні, ұлттық сананың маңыздылығы мен жастар болашақты қалай елестететіні туралы ойларымен 91 тобының әншісі, 300 орындаушының арасында жыл таңдауы 2016 егері, Жас Отан орталық кеңесінің мүшесі Дулат Мұхаммедқалиев бөліседі. Бүгін барша жас өнерпаздар және мен әріптестерімнің атынан өзімнің ойымды білдіруіме осындай алаң болып, мүмкіндік туғанына алғысымды білдірем. Рахмет. Бірден сұрақ. Музыка деген не? Шынымен де музыка деген не? Дәл осы сұраққа мен жауап тапқаннан кейін өмірім бірден өзгеріп кетті. Мен өнерге деген қызығушылығым арқылы 91 тобына келіп, әлеммен музыка арқылы танысуға мүмкіндік алдым. Топ болып құрылғаннан кейін бәрі бірден жақсы болып кеткен жоқ. Алда көптеген түсініспеушіліктер болды. Бірнеше қалаларда, бірнеше алаңдарда біздің өнер көрсетуімізге қарсы болды. Яғни өлең айту, шоу көрсету, нағыз заманауи әртіс болу 21 ғасырдың қазағына тән емес екен. Дәл сол уақытта біз 21 ғасырмен қазақ менталитеті және мәдениеті бір-біріне сәйкес келмейді деген таптаурынмен кездестік. Мен ол оймен толықтай келіспеймін. Қазаққа мәдениетсіз болу тән емес, бірақ қазаққа заманауи болу тән. Осы уақытта сұрақ туындайды. Батыс мәдениеті біздің мәдениеттен несімен ерекше? Батыс мәдениеті заманға сай әрдайым өзгеріске ұшырап отырады. Сол себепті де бүкіл әлемнің жастарына ол өте тартымды. Біздің мәдениетімізді, рухани қорымызды егерде біз биік деңгейге шығарғымыз келсе, онда жастардың қызығушылығын ескеруіміз қажет. Қазіргі трендтерге қазақтың мәдениетін бейімдегеніміз жөн. Осы кішігірім әлемге бір айтқым келетін нәрсе. Рухани жаңғырудың негізгі көзі ол өнер саласы. Рухани қордың қоректендіруші бір салмақты құралдарының бірі ол шоу-бизнес. Қазіргі уақытта осы шоу-бизнеске 91 тобы Q-pop бағытын алып кеп ұсынып отыр. Q-pop бағытының негізгі мақсаты неде? Барлық музыкалық салаларды, яғни музыкалық бағыттарды, TV-шоу бағдарламаларды және де тағы да басқа шоу-бизнеске қатысты заттардың бәрін қазақ тілді контенттермен толтыра отырып, қазақтың мәдениеті мен тілі, өнері жан-жақты бола алатынын дәлелдеу. Осы уақытта, егерде түсініспеушіліктер тағы да болып жатса, мен Корей елінің кей-поп субмәдениетін мысал ретінде келтіргім келеді. Неге Корей? Себебі бәріміз азиат келбетімізбен біріміз. Сол кезде олардың қысқаша айтқан кездегі негізгісі ол Корей елінің негізгі туризм көзіне айналып кеткен жылына 5 миллиард ақш долларын елге алып кеп тұратын үлкен бизнес. Неге? Себебі Корей елінің кей-поп субмәдениеті, яғни жалпы өнері мемлекеттің үкіметімен мемлекеттік дәрежеде әлемдік деңгейге шығару барысында өте тығыз байланысты. Сол нәрсені мен біздің Q-поптан да көрем. Осы жерде потенциалды байқауға болады деп ойлаймын. Біздің ең үлкен жетістік
әлемнің 120 мемлекетінде біздің ресми тұрғыда жанкүйерлеріміз бар. Фандомның аты Eagles. Және де егерде біз қазақ тілін әлемдік деңгейге шығарғымыз келсе, онда біз қазақ тілін соған ыңғайластыруымыз керек. Бұл жерде латын әліпбиі өте ыңғайлы келеді. Біз онымен толықтай келісеміз. Сол себепті де топтың аты 91 болып аталып, топтың өлеңдерінің бәрі латын әліпбиінде шыққан. Ол қадамның берген нәтижесі біздің шетелдік жанкүйерлер қазақ тілінің әдемілігіне қызығушылық танытып, қазақ тілін үйрену үстінде, және де үйренгеннен кейін бізге әртүрлі видео жолдамаларды қазақ тілінде жіберуде. Жастардың сұранысы бойынша, дәл сол жастардың екпінімен және сіздердің қолдауларыңызбен біз қазақ мәдениетінің, тілінің, өнерінің, кодының, қорын жай ғана өзара дамытып қана қоймай, бүкіл әлемдік деңгейге шығара аламыз. Өнер саласында өзімнің әріптестеріме айтарым, бәріміз бірігіп, елдің экономикасына ықпалын тигізетін өнер нарығын аяққа тұрғызып, жалпы Қазақстанның атын әлемдік деңгейде шығарайық. Мұзды еріту ешқашанда кеш емес. Рахмет.